Қайырлы күн достар, үй жағдайында жасалатын бургердің оп-оңай рецептісімен бөлісетін боламын. Менімен бірге видеоның соңына дейін болып, сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Қараңыздар, булочкасы қандай керемет, жұмсақ, үлпілдек болып шыққан. Ішіне салатын котлетті де өзіміз қолдан жасаймыз, өте сочный болып шығады. Достар, ең алдымен каналға тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Қамыр ашытуға кірісейік. Шамамен 150 мл жылы суымызбен 100 мл жылы сүтімізді араластырып, бір қасық қаймақ қосамыз да үстінен 1 чайный ложка тұз және де 1 чайный ложка дрожжімізді қосып, жақсылап араластырамыз. Оны қосатын кезде міндетті түрде иеліктен өткізіп алыңыздар және де жұмсақ қылып қамыр илеп, бетін жауып 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Ашқан дайын қамырымызды алып, өзімізге керек бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Дәл видеодағыдай бөліктерге бөлсеңіздер, өте әдемі бургердің булочкасы болады. Қатты үлкен емес, қатты кішкентай емес. Және де бургердің қамырын осылай қайта-қайта қайтарып дөңгелетсеңіздер, томпиып әдемі болып шығады. Дайын болған қамырларымыздың астына ұнтақ себуді ұмытпаңыздар, немесе бір полотенцаның үстіне қойып, бетін жауып 1 сағатқа демалдырып қоямыз. 1 сағат өткен соң қамырды екінші рет қайта-қайта қайтарып, дөңгелетіп аламыз да пергаментный бумаганың үстіне қойып, бетін жауып тағы да жарты сағатқа демалдырып қоямыз да, бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, бетіне күнжітті сеуіп аламыз да, қызып тұрған пешке жарты сағатқа 200 градуста пісіріп аламыз. Ал енді булочка дайын болам дегенше, котлетті дайындай беретін боламыз. Фаршқа үлкен бір пиязды теркадан өткізіп, тұз, бұрыш және де приправа қосып, жақсылап араластырып аламыз да, жұмыртқаның сарысын ғана салатын боламыз. Бұл жолы мен котлетке нанның орнына 1 ас қасық панировочный сухаридан қосып жібердім.
Котлеттерді қатты қалың қылмай, жұқалау етіп булочканың размерімен жасап аламыз да сухариға аунатып, қызып тұрған майға екі жанынан 5 минуттай қуырып аламыз. Котлеттерді екі жанын жақсылап қызартып қуырып алсақ жетеді. Арасы пісу үшін духовкада тағы да жарты сағаттай пісіріп алатын боламыз. Булочкалар піскен соң котлеттерді жаңағы пергаментный бумаганың үстіне қойып, 20 минутқа 180-190 градуста пісіріп аламыз, іші арасы толықтай пісу үшін. Мінекей достар, булочкалар да пісіп қалды. Қараңыздар, қандай томпақ болып шыққан, арасы да піскен, өте жұмсақ болып шығады. Достар, бургерімізді жасай берейік. Котлетіміз де пісіп қалды. Булочканы осылай арасын кесіп аламыз. Қараңыздар, булочка қандай керемет болып піскен. Арасына майонез, кетчуп қосып, салатный листья, соленый огурцы қосып, жаңағы піскен котлетті арасына қоямыз да бургерімізді жей береміз. Өте дәмді болып шығады. Келесіде бургер сатып алмайтын боласыздар. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Және де достар, осы бургерді үйлеріңізде жасап, менімен бірге комментарияда бөлісіп, қалай шыққаны жайлы комментарияда айтып кетсеңіздер, мен қуанып қаламын. Және де келесіде бұдан да күшті рецепттермен сіздерді қуантатын боламын. Міндетті түрде каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Достар, астарыңыз дәмді болсын. Келесі видеода жолыққанша.